Жаңарқа ауданы 1928 жылы Асан Қайғы деген атпен құрылған. Одан кейін бір жылдан кейін сол жылдары Сәкен Сейфуллин бабамыз өзгертіп 29 жылы Жаңарқа деп атады. 38 мыңдай халық бар Жаңарқа ауданында. Үлкен тұлғалар шыққан, жері бай, жері кең, табиғаты өте бай, мал өсіретін халық қоныстанған осы жерде. Бұрынғы заманда Ақтау бекінісі деген болған, біздің жаңағы бабаларымыз қорғап, сол шапқыншыларға қарсы тұрған үлкен бекініс тарихи. Мына жерде Сәкен Сейфуллиннің Иман Ақтауы бар. Ол жерде Сәкеннің жастық шағы сол жерде болған Иман Ақтауында. Осы Сәкеннің бабаның атымен аталып, соны дәріптейміз. Сәкен ауылы бар, Сәкеннің көшесі бар, Сәкеннің музейі бар Жаңарқада, Сәкен ауылы бар. Осы әр ауылда мектеп Сәкеннің атында бар осы орталықта. Сәкенге байланысты үлкен жаңағы мағлұматтарымыз балаларға жеткізіп, мектепке болсын, Сәкеннің өмір жолы, Сәкеннің осы Жаңарқа сіңірген еңбегін бәрін айтып жүреміз. Сол қиын заманда ешкімге қаймықпай, сол енді өзінің несін, ойын, пікірін жеткізіп, осы үлкен септігін тигізген осы сол бабамыз. Алғашқы жылдары енді мектептер салынды, сол әр жерлерде бастауыш кішкентай жаппай үйлерде мектеп салынды. Солардың жаңағы қиын уақыты болса да, сол балаларды, жастарды білімге тәрбиелеп, ғылымға тәрбиелеп, арты өте көрнекті ғалымдар шықты. Серік Қирабаев өзіңіз белгілі профессор, академик, 5-6 жыл болды. Көкетаев жыл ғасыр адамы болды, оны физика ғалымның ғалымы. Құлқыбаев медицина саласының үздігі академигі. Осындай жаңа үлкен тұлғалар осыған жалғастырды. Жазушылар бар, Асан Жұмаділдин, Бұқпа Ашимов деген жазушыларымыз болды. Солар жаңағы үлкен тарихын жазып, шежіресін жазып, Жаңарқаның күллі жаңағы жетістіктеріне кітапқа алып, жастарға жаңа үлгі ретінде тарихи өзінің белгілерін қалдырып кеткен азаматтар көп бізде. Жаңарқада 18 ұлт тұрды осында. Бұрынғы Совет үкіметінен қалып қойған осында Украинада бар, орыста бар, бәрі бар. Осы Жаңарқаның киелі Жаңарқаның топырағын бәрі үдіре көшіп жатқанмен Жаңарқада қалып қойған үлкен жаңағы нелер болды. Бір үлкен бағалайды Жаңарқаның тарихын, Жаңарқаның жерін, ұлтаралық жаңағы қатынастардың барлығы анау жаңағы көшіп кетсе де осы Жаңарқаның дәмін, Жаңарқаның қымызын, Жаңарқаның халқының пейілін, туысқандығын, жақын осындай жаңағы сыйластығын өте үлкен бағалайды. Отырған жерлерде біз киелі Жаңарқаның осындай жаңағы ары тұғырын ары биіктете көтеріп, осыны бір жықпай үлкен дәреже ұстауға деп балаларымызды жаңағы ұрпақтарымызды соған шақырамыз, соларды баулаймыз, үйретеміз, оқытамыз.